Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын буфифай торт рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: ең алдымен бөлме температурасындағы сарымайымызға Қазақстан шоколадын ұсақтап турап алып, водяной баннетте ерітетін боламыз. Бір келкі қылып осылай видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Шоколадный массамызды басында тұрып жақсылап араластырамыз. Дайын болғаннан кейін 30 минутқа қалдырамыз. Жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқамыз аппақ уыз болғанша венчикпен араластырамыз. Ақ уызымыз дайын болды. Видеодағыдай қараңыздар. Жақсылап назар аударып, алдын ала дайындалған шоколадный массамызды құямыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық разрыхлитель, 1 қасық какаомызды салып, сетканың көмегімен жақсылап өткізіп, массамызға салып араластырамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз массамыз дайын болғанша. Қамырымыз дайын болды. Пергамент қағазын алып, формамызбен дөңгелек қылып аламыз. Форма болмаса, карандашпен дөңгелек қылып сызып алсаңыздар болады. Қамырымызды пергамент қағазына 7 или 8 қасықтан саламыз. Мінекей көргендеріңіздей пергамент қағазына бәрін орналастырып жағып аламыз, бір тегіс қылып. Корждарымыз дайын болды. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 7 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз пісті. Корждарымызды суытып алып, форманың көмегімен лишниларын кесіп тастаймыз. Дөңгелек қылып аламыз, бір тегіс қылып.
Кремін дайындаймыз. Менде сливки 500 грамм алдын ала құйып алдым. Сливки 33-35% міндетті түрде болу қажет. Сливкимізге сахарный пудрамызды сетканың көмегімен өткізіп саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан соң творожный сыр 200 грамм салып аламыз. Сливочный сыр крем-чиз оны да салып алып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын. Кондитерлік қапшығымызды дайындаймыз. Кондитерлік қапшығымызға насадкамызды салып аламыз. Крем салуға дайындап аламыз. Негізі буффе тортының насадкасы номер 807, ал менде кішкентай насадка. Креміміз міне осылай болу қажет. Лопаткада түсіп кетпейтіндей. Ақырындап саламыз. Корждарымыз суыды, енді тортымызды жинаймыз. Осылай жаймендеп кремімізді бір шетінен жағып орналастырамыз.
Корждарымызды жыйнап бүттүк. Енді шоколадный ганаш дайындаймыз. Сармайымызға Қазақстан шоколадымызды усактап турап алып, водяной баняда эритебиз. Жакшылап аралаштырабыз. Шоколадымыз ерип дайын болду. Енді 10 минутка калтырабыз. Сразу куймайбыз. Кремimiz ерип кетүү мүмкүн. Шоколадный ганашымыз сууду. Енді тортумузга жаймендеп куябыз. Осулай лопатканын көмөгү бәрін бір келкі кылып жагып аламыз. Тортумуз дайын, холодильникке 1 саатка коябыз. Бетин асемдейтин боламыз. Кондитерлик капшыгыбызды алып, ушун кичкентай кылып кесип аламыз. Калган кремди куюп, өз каалооларыңызча жазсаңыздар болот. Тортумуздун жанын гүлдеп, әрлеп чыгабыз. Сиздер менен болгон жансая коңгуроо батырмасын басып, тиркелип коюуду унутпайбыз. Өтө дәмдүү, бир жасагандан чыгатын бубуйфай тортун жасап көрүңүздөр. Тиркелип алыңыздар, пайдалуу рецептер менен бөлүшөмүн. Сау болуңуздар.